Сәлем қыздар, қыз-келіншектер, бүгін үйде нан картоп дайындаймыз. Ол үшін картопымызды жақсылап жуып, дайындап, осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Бөліктерге су құйып, пюре дайындаймыз. Пюреміз дайын болғанға дейін нанын илейміз. Ол үшін бір стакан айранға осындай бір ас қасық дрожж, сода немесе разрыхитель қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Илеуіштен ұнымызды өткізіп, қолмен нанымызды илеп аламыз. Нанымыздың июі қанғанға дейін жақсылап майлап жарты сағатқа бөлме температурасына қоямыз. Нанымыз көтерілгенге дейін пюрені вилканың көмегімен езгілеп, осылай суытып аламыз. Дайын болған пюрені нанымыздың ортасына бір ас қасықтан салып отырып, картопқа сыр қоссаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Осылай нанымызды орап, ұнның көмегімен илеп жайып аламыз. Нанды ұнның көмегімен жайған дұрыс, себебі маймен илесеңіздер, жайсаңыздар, ортасы тесіліп, дұрыс болмай шығып қалады. Дайын болған нанымызды қызып тұрған табаны кішкене ғана майлап алып, пісіріп аламыз. Бетін сары маймен майлап тұрамыз, сол кезде наныңыз жұмсақ әрі өте дәмді болады.